Маса шаққанда не істеу керек? Маса шаққан жер қышып, мазаны алады. Ендеше масалардан қалай қорғануға болады? Жәндіктер шағуына қарсы қандай халықтық құралдар бар? Улицидоз – маса шағуына аллергиялық реакция. Бұл кезде маса шағу ісінумен, бөртпемен және ауыр жағдайда жоғарғы температура, қалтырау, қатты бас ауыру, кейде тұншығумен қатар жүреді. Маса шаққан жерді қалай емдеу керек? Маса шаққан жер әдетте қышиды және қызарады. Ол жылдам жазылу үшін мына ережелерді сақтаңыз. Біріншісі, маса шаққан жерді қасымаңыз. Ол жұқпа пайда болуына ықпал етуі мүмкін. Және ол жердің одан сайын қыши беруіне әкеледі. Екіншісі, салқындату. Маса шаққан жерге суық басыңыз. Ол оның ісінуін және қышуын басады. Ол үшін мұзды матаға орап, маса шаққан жерге бірнеше минутқа басыңыз. Үшіншісі, антигистаминдік кремдер мен лосьондар қолдану. Құрамында диметидины немесе лоротидины бар антигистаминді құралдар қышығанды басып, қабынуды азайтуға көмектеседі. Төртіншісі, каламин лосьонын жағу. Каламин лосьоны тыныштандырушы және салқындатушы әсерге ие. Бесіншісі, дәрілік құралдар ішу. Егер маса шаққан жер қатты қышыса және тері қатты тітіркеніп кетсе, дәрігер арнайы жақпамай жазып